инкубатордан балапандардың шыққаннан кейінгі сақталатын жер ол брудер деп аталады. Брудер деген құрылғы ол балапандарыңыз өліп қалмау үшін, сақталып, өлтіріп алмау үшін сақтап қоятын жер ол сол брудер деп аталады. Брудерді алып, дайындап, ертерек қоймасаңыздар, көп балапандарыңыздар айырылып қалуыңыз мүмкін. Өйткені балапаны ол нәзік болады, шыққаннан кейін білмейді кімді. Сквозняк болатын болса, олар сквозняк болса, бірінің үстіне бірі мінгесіп өліп қалатын болады ағайындар. Сол себепті сол брудерларыңызды дайындап алыңыздар алдын ала. Қолдан жасай аламын дейтін болсаңыздар жасасаңыздар болады, немесе бізде де бар сатылымда, алатын болсаңыздар хабарласыңыздар. Брудер деген құрылғы. Бір брудердің ішіне 100 балапан сыяды, тауық балапаннан 150-200 мөденен балапандар сыяды. Қаздыкінен 50 балапан сыйса, индюктікінен де жобасы бар, 70 сыйып қалады, үйректікінен де 70 сыйып қалады бір брудердің ішіне. Осындай брудерлер бар ағайын, хабарласыңыздар, Қазақстан барлық қаласына отправка бар. Осы видеоны таратып қойсаңыздар болады. Құс шаруашылығына қызығып жүрген кісілер болса, маған хабарласын. Бұлар барлығы документальный, егер де мемлекеттен қаржылай көмек болмаса, бір документпен өткізу керек болатын болса, документтерімен барлығын жасап береміз. Фискальный чек, счет, фактура, накладной, қандай да бар құжаттар керек болса, барлығын жасап береміз ағайын. Осы видеоны таратып қойыңыздар. Құсқа қызығып жүрген кісілер болса, брудер таппай жүрген кісілер болса, маған хабарласын. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазасыңыздар. Аман болыңыздар ағайын.